Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін бізде 8-ші сабақ ұлттық бұйымдар. Жаңа сөздер. Торсық, кожаная посуда для комуза. Сандық, сундук. Тері, кожа, бұйым, вещь. Бірінші тапсырма. Тыңда, шешуін тап, сұрақтарға жауап бер. Здесь у нас загадки. Кіруге адам батпайды, затыңды аман сақтайды. Екінші, сусынға арналған теріден жасалған. Енді сұрақтарға жауап берейік. Бұл бұйымдар саған таныс па? Тебе знакомы эти вещи? Оларды неге пайдаланады? Для чего их используют? Екінші тапсырма. Ернар қазақтың ұлттық бұйымдары туралы ақпарат іздеді. Ол сайттан мындай мәлімет тапты. Біріншіден, торсықты теріден жасайды, ол мұражайда тұр. Торсық делают из кожи, он стоит в музее. Екінші, сандық қазақтың ұлттық бұйымы, шеберлер оны ағаштан жасайды. Сундук, национальная вещь, казахская национальная вещь, мастеры делают его из дерева. Теперь вот эти информации сравните с третьим заданием. Сначала прочитайте третье задание. Үшінші тапсырма оқы және біліп ал, сұрақтарға жауап бер. Сандық көне бұйым, старинный предмет. Оны шеберлер ағаштан жасаған. Его делали из дерева. Сандықтар әртүрлі болады. Они бывают разные. Келесі торсық, көне ыдыс, старинный посуда, старинная. Шеберлер торсықты теріден жасаған. Мастера делали торсық из кожи. Торсыққа қымыз, шұбат құйған. И наливали в него қымыз и шұбат. Если сравнить информацию второго задания и третьего задания, то мы увидим, что они очень похожи. Өте ұқсас, только используются разные синонимы. А теперь давайте ответим на вопросы. Қандай көне бұйымдарды білдің? Каких старинные предметы ты узнал? Старинные вещи. Ол торсық және сандық туралы білдім. Торсық неден жасалады? Торсық из чего делается? Торсық теріден жасалады. Сандық неден жасалады? Сандық ағаштан жасалады. Төртінші тапсырма. Сөз тіркестерінен сөйлемдер құрап жаз. Составь предложение из словосочетаний. Словосочетание. Көне ыдыс, древняя посуда. Ұлттық бұйым, национальная вещь. Теріден жасайды, изготавливают из кожи. Ыңғайлы ыдыс, удобная посуда. Теперь, чтобы составить предложение, мы берем каждое словосочетание. Например, үлгі – это пример. Сандық – қазақтың ұлттық бұйымы. Здесь мы используем словосочетание ұлттық бұйымы. И так далее с каждым из них мы должны составить предложение. Всего выйдет 4 предложения. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.